Армысыз көрермен, назарларыңызда Кёрньюз ұсынған аптаның басты жаңалықтары. Президент Тоқаев 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне әлеуметтік желіде арнайы жазба жариялады. Мемлекет басшысы өткен замандағы қасіретті оқиғалардан тағылым алып, оны ұлт жадында сақтай білуіміз керек. Сонда ғана кез келген сынақтан сүрінбей өтіп, әділетті мемлекет және өркениетті қоғам құру жолындағы биік белестерді бағындыра аламыз деп жазды. Қазақстан мен Қытай арасындағы көлік тасымалы туралы заң қабылданды. Енді екі ел арасында алыс-беріс одан сайын арта түспек. Себебі осы аптада депутаттар екі ел арасындағы көлік тасымалы бойынша 3 бірдей заң жобасын қабылдады. Олар Қазақстан мен Қытай арасында халықаралық автомобиль тасымалдары, Транскаспий халықаралық көлік бағытын дамыту, сондай-ақ оның ішінде Қытай-Еуропа қатынасында контейнерлік пойыздар үшін дамыту жөнінде келісім. Ал жаңа заң жобасын атап өтер қандай тұстары бар? Толығырақ материалда. Мына есіктің артында мәжіліс депутаттары Қазақстан мен Қытай арасындағы көлік тасымалы заң жобасын талқылап жатыр. Қазақстан мен Қытай арасындағы көлік қатынасы әрқашан маңызды және өзекті болып келген. Бұл жолғы заң жобасы Қазақстан үшін қандай тиімді жолдарды ұсынбақ? Толығырақ тарқатайық. Заң жобасын көлік министрі Марат Қарабаев таныстырды. Ол Қытай Қазақстанның ең ірі сауда әріптесі екенін атап өтті. Мәселен, тасымал көлемі 2023 жылы 2022 жылмен салыстырғанда 2,5 есеге артып, 1,8 миллион тоннаны құраған. Ал жаңа заң бұл көрсеткішті одан әрі арттырып, екі ел автокөліктерінің емін-еркін кіруіне мүмкіндік береді. Келісімді жүзеге асыру жолаушылар мен жүктер тасымалының, сондай-ақ Қазақстан-Қытай сауда-экономикалық ынтымақтастығының одан әрі дамуына өз ықпалын тигізетін болады. Келісімді ратификациялау қосымша бюджет қаражатын жұмсауды қажет етпеді. Айтылғандардың негізінде осы заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. Депутаттар заң жобасына қатысты сұрақтарын қойып, министрді бірқатар мәселеге назар аударуын сұрады. Мәселен, Ерлан Сайыров бұл елдің транзиттік әлеуетін арттыратын заң екенін, алайда ол үшін ел ішінде инфрақұрылым тиісті деңгейде емес екенін жеткізді. Жолдардың сапасы сын көтермейтінін айтып, сынға алды. Ал Айдарбек Қожаназаров министрлік Қытаймен бәсекелесу үшін қандай шаралар жасап жатқанын сұрады. Кемшіліктерде біздің ойымызша бар осы келісімшартта. Әсіресе біздің уайымдататын біздің тасымалдаушылар осы бәсекелестікке сай бола ма? Әріптестерім сұрақ қойды, ұқсас, бірақ жауабына қанағаттанған жоқпыз, шын айтсам. Қаншалықты біздің осы тасымалдаушылар қытайлық тасымалдаушылармен бәсекелестікке дайын? Бәсекелестікке біздің тасымалдаушылар дайын, өйткені оның баршасы паритеттің негізінде жүргізіледі. Яғни жаппай Қытайдың көліктері бізге келіп, немесе жаппай біздікі ол жақ кетіп қалмайды. Бірақ қазіргі факты былай. Мысалы, былтыр біздің көліктер Қытайдың жүргін 113 мың рейс жасаған. Қытайлықтар небәрі 6 мың рейс. 6 мың рейсті ол тек қана Қазақстан аумағына кіріп, қаргосты қалдырған, қалған біздің тасымалдаушылар алып кеткен. Яғни бұл жақта былай айтқанда есеп толығымен Қазақстан жағында. Рахмет. Шында да паритет болады ғой, Айдарбек Асанұлы. Рұқсат қағазы арқылы жасалады, рұқсат беріледі. Әрине, тең тарапты рұқсат беріледі. 1000 Қазақстан автокөлігіне рұқсат берілсе, 1000 Қытайдың автокөлігіне беріледі. Заң аясында мына бір жайтты ерекше атап өткен жөн. Мәселен, Қытай шекаралас мемлекеттердің ішінен ешкімге Қазақстан секілді көлік дәрізін ашпаған. Мәжіліс депутаты Мұқаш Ескендіров бұл екі ел арасындағы тығыз байланыстың көрсеткіші деп есептейді. Сондай-ақ оның айтуынша Қазақстанның көліктері Қытайдың ішімен бірнеше қалаларына кіріп, тіпті портына дейін бара алуы өте жақсы мүмкіндік екенін атап өтті. Енді мысалға біздің жүк тасымалдаушылар қазір Қытай мемлекетінің ішкі аймақтарына барды. Мысалға Қытай Ляньюнге барды, жүкті алып барды. И сол жерден Ляньюнге жүкті алып, мысалға тек қана Қазақстанда емес, Ресейге, басқа мемлекеттерге де жүктері бар. Или Шанхайға алып барған кезде қайтып алып келуге. Менің ойымша жақсы мүмкіншілік, өте жақсы мүмкіншілік біздің кәсіпкерлерге. Жалпы соңғы кездері Қазақстан мен Қытай арасындағы алыс-беріс көбейіп кетті. Визасыз режим, сауда-саттық, туризм, темір жол және көлік тасымалы тағы бар. Осылардың барлығында қазақ мүддесі қаншалықты ескеріліп жатыр. Онсыз да ел ішінде күншығыстағы көршіге сәл болса да сескене қарайтынымыз бар екені жасырын емес. Қоғамда Қытай фобия деген бар ғой, Қытайға қарсы. Бұл әрине енді бізде ғасырлар бойы қалыптасқан дүние бұл. Анау орта ғасырдан бері, одан да бұрын
Сондықтан бұл біздің менталитетімізде бар мәселе. Жаңағы қара Қытай қаптаса деген тақырып қой. Бірақ қазіргі жасалып жатқан келісімшарттар бүгін мәселен 4 ратификация жасалды. Бұлардың ешқайсысы біздің ұлттық мүддемізге зардабын тигізбейді. Бұл мемлекетаралық дәрежеде, тең дәрежеде әлемдік дамудың, өркениеттің негізінде жасалып жатқан дүние. Ашық әлем қазір. Бір-бірімен араласып жатқан. Біз осындай кезде өзіміздің фобиямызды сақтап, ойбай деп шекараны жауып тастауға болмайды біз. Бүкіл дүние жүзі, бүкіл әлем бір-бірімен интеграцияға барып жатқан кезде біз қалай ол іргеде отырған 1,5 миллиард Қытайдан рынок қой ол, нарық, одан қалай біз қағылуымыз керек? Заң аясында қазақстандықтар өз көліктерімен Қытайдың ішкі қалаларына осы жылдың өзінде баруға мүмкіндік туады. Министрлік пен депутаттардың айтқандарын ескерсек, бұл келісімнен ұтылғанымыздан ұтатынымыз көп болады. Қанат Сапарғали, Мерей Кенжеғали, арнайы апта жаңалықтары үшін. Қазақстан футбол құрамасының бас бапкері Магомед Адиев қызметінен кетті. Футбол үйінде Қазақстан ұлттық құрамасының жаттықтырушылар штабымен кездесу сәтінде бас бапкер Адиев мұндай шешімді отбасылық жағдайына байланысты қабылдағанын айтты. Енді келесі аптаның басында ұлттық құрамаға жаңа бапкер тағайындалады. Айта кетейік, Магомед Адиев Қазақстан футболының тарихында ең үздік бапкерлердің бірі. Себебі оның жаттықтырған уақытында құрама ұлттар лигасының топтық кезеңін жеңіп, Еуропа чемпионатына іріктеу ойынында керемет ойын өрнегін көрсетті. Астанада сандық мейрамханалар желісі ашылды. Бұл осымен мейрамхананың елдегі 4-ші филиалы. Ашылу салтанатына Қазақстан эстрадасының жұлдыздары, блогерлер және басқа да құрметті қонақтар шақырылған. Негізі сандықты білеміз ғой, ең бірінші осы қазір бірақ байқасаңыздар осындай стильдер көп Қазақстанда көбейген. Бірақ ең бірінші бастамасы бұл идеологияны әкелген сандық. Мен өзіме домашний тамақ жақсы көремін, қуырдағын жеймін, бауырсақ, самса, соларды өте көбірек жеймін. Қалған тамақтарын аса көп дәмін көрген жоқпын, бірақ қонақтар дәм тәтті дейді ғой, күшті. Бірақ маған өзі домашний қуырдағы ұнайды, бешбармағы, өз бешбармағын көп жеймін. Самса, бауырсақтар топ. Жап-жаңа, үлкен, орны көп екен. Енді астаналықтар өте VIP-ді жақсы көреді. Сондай VIP бөлмелері де көп деп ойлаймын. Мына жақта тығылған бұрыштар бар деп ойлаймын. Бірақ әлі көрген жоқпын оның бәрін. Керемет мейрамхана. Менің ойымша, мына бүкіл сандықтардың ішіндегі ең әдемісі осы болып шықты. Өйткені жаңағыдай Ерекең айтқандай, бұл бизнес емес, бұл үндеу деді ғой. Сол сияқты сөзсіз үндеу екенін көрініп тұр. Осымен апта легі тамам. Назарларыңызға рахмет. QR News редакциясының әлеуметтік желілеріне тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.